хватку. Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін Жексұрын мен емес Жексұрын, ол мультик солай аталады. Жексұрын мен деп аталатын мультик көреміз в общем. Орысша аты гадкий я, ағылшынша оригинал аты Despicable Me. Go! Шөл дала. Ешкі бағып жүрген біреуді автобус қағып кетеді. Бұл пирамиданы көруге келген туристер. Бірақ ол шын пирамида емес, ойыншық пирамида болып шықты. Шын пирамиданы біреу ұрлап кеткен екен. Сәлем, менің атым Грю. Грю есімді тақырбас мороженейін құлатып алған балаға шарик үрлеп береді. Бірақ сосын жарып тастайды. Ол дәмханаға кіреді. Топырлаған адамның бәрін күтіп жүрем ба деп олар қатырып, тапсырысын алып үйіне жөнеледі. Сосын көршісімен әзілдесіп үйіне кіреді. Оның бір қорқынышты иті бар, Кайл деген. Есікті үш қыз, Марго, Эдит және Агнесті құлдатады, пішнай сатып алыңызшы деп. Грю үйде ешкім жоқ дейді. Эдит есікті бір тебет өтірікші деп. Грюға доктор Нефарио видеозвонок жасайды. Ол біреудің пирамиданы ұрлап кеткенін хабарлайды. Грю бірден миньондардың бәрін жина деп, өзінің құпия зертхана сияқты жертөлесіне түседі. Миньондар жинала бастап, Грюді қарсы алып, ассалаумалейкум аға көке дейді. Грю Нефарио екеуі бір құпия зертханада кішірейтетін қару тапқанын мәлімдейді. Тақырбас, соның көмегімен біз айды ұрлаймыз деп айғайлайды. Сонда оны ең зұлым адам деп атайтын болады. Нефарио миньондар шулап кеткендіктен Грюға қоңырау шалып, біздің оған ақшамыз жетпейді дейді. Грю қорықпа, кредит ала салам дейді. Сол уақытта әлгі үш қыз өздерінің жетімдер үйіне оралады. Сол жердің тәрбиешісі, қайда жүрсіңдер дейді. Ол қыздар аз пішнай сатты деп ұрсады. Қыздар кетеді. Грю кетіп баратқанда оған анасы звондап пирамиданы сен емес па не ұрлаған деп күршаны бір тебеді. Грю бір банктың дәретханасы арқылы шайтан банкке кіреді. Ол жер қорқынышты екен. Грю мистер Перкинске келгенін хабарлап, қашан шақырады екен деп күтеді. Біз Грюдің кішкентай кезін көреміз. Ол айға ұшуды армандапты. Бірақ анасы оған әрдайым қолынан келмейтінін айтты. Грюға бір щегол салам алейкум дейді. Ол өзінің аты Вектор екенін мәлімдейді. Сосын Грю Перкинспен сөйлесуге кіреді. Оған несие ракета жасау үшін керек. Бірақ Перкинс міңгір деп оған несие бермей қояды. Алдымен кішірететін қаруды қолға түсір деп. Грю шығып Вектордың басын қатырады. Грю екі миньонмен бірге құпия зертханаға ұшып кеп кішірететін қаруды ұрлайды. Алайда оның артынан Вектор кеп қаруды тартып алады. Грюлар атады, бірақ Вектор мықты екен, оқтардан күшті жалтарады. Сосын ол шығып кішірететін қарумен Грюларға атып, содан олардың ұшақтары кішіреп қалады. Сөйтіп енді олар оның үстінде кетіп баратыр бырт-бырт етіп. Түн болып, үш қыз ұйықтауға жатады. Келесі күні Грю Вектордың үй жағын жағалап жүреді, қылтың-сылтың етіп. Приставка ойнап отқан Вектор оны байқап, Грюдің жануар дүрбісін қуырады. Сосын Грю киімін ауыстырып келеді. Бірақ не істесе де дарбазадан кіре алмай, таяқ жеуін жалғастырып, ақырында қуырылады. Кенет сол жерде үш қыз пайда болады. Грю олар үйге кіре алмайды деп ойлайды. Алайда Вектор пішнайларды жақсы көреді екен. Грю аң-таң. Ода кішірететін қаруды қолға түсіру үшін қыздарды қолдану керек деген ой пайда болып, ол Нефариоға звондайды, пішнай робот жасамаған деп. Кейінірек Грю жетімдер үйіне қыздарды асырап алуға келеді. Қыздар қуанып кеткен, анамыз бен әкеміз болады енді деп. Алайда шыққанда олар жалғыз Грюді көреді. Сөйтіп олар машинемен Грюдің үйіне жетеді. Алдыларынан Кайл шығып, олардың зәресін алады. Алайда Агнес оған келе ғой күшік-мүшік дегеннен ол қашып кетеді. Грю оларға тамақ, су, тышып сиетін жерлерін көрсетіп, ережелер түсіндіруде. Мен жұмыс істеп жатқанда кедергі жасауға болмайды. Күлуге, түшкіруге, осыруға болмайды деп кетеді. Агнес тәттілерді опырады. Сосын ол ойнап жүріп бір кнопканы басып, қыздар құпия зертханаға апаратын жолды тауып алады. Сол уақытта Нефарио Грюға жасаған пішнай роботтарын көрсетуде. Кенет үш мушкетер пайда болады. Грю оларға өзінің тыңшы екенін мойындайды. Эдит байқаусызда Агнестің ойыншығын күлге айналдырады. Агнес Грюға оны жөндеші деп демін ұстап тұрады, жөндемесе демалмайым деп. Содан қыз талқып, Грюдің келіспеске амалы қалмайды. Ол миньондарын супермаркетке жібереді, единорог әпкеңдер деп. Единорог деген бір мүйізді ат қой болып ұшатын. Сөйтіп әлгі миньондар отбасы болып кетіп баратыр. Олар супермаркетке кіріп ары-бері қаңғырады. Сол уақытта қыздар миньондармен бірге ойнап үйді шашып тастаған. Грю қыздарды бомба төсектерге ұйықтауға жатқызады. Бірақ оларға ертегі оқып беруден бас тартады. Бір кезде бағанағы миньондар Агнесқа единорог алып келеді. Агнес олардың бірін сүйеді. Миньондар кетеді. Келесі күні Грю қыздарға пішнай сататын уақыт келді дейді. Бірақ олар би сабағына баратындарын хабарлайды. Дауласып, ақыр соңында қыздар жеңеді. Кейін Грю оларды Вектордың үйіне пішнайлармен жібереді.
кішкене роботтар іске қосылып жүгіре жөнеледі. Олар кішірететін қаруды табады. Грю кіріп миньондармен бірге олар қаруды алып кетеді. Жолда қыздар паркке барып ойнайықшы деп Грюді көндіреді. Грю осылайша қыздардан құтылам деп ойлайды. Алайда кішкентай балаларға ересек адамсыз отыруға болмайтындықтан Грю да олармен бірге кәшенеді. Грю қатты қорқады. Сосын қыздар бізге анау единорогты ұтып алуымыз керек дейді. Грю ақшасын төлеп қыздар атуға отырады. Бірақ ғарыш кемесіне тигізе алмайды. Содан Грю тағы төлеп, олар тағы атады. Агнестің оғы кемеге тиеді, бірақ кеме құламайды. Жігіт единорогты беруден бас тартқандықтан Грю өзінің қаруымен атып тигізіп, ақырында көтенін дірілдеген жігіт ойыншықты Агнесқа береді. Қыздар Грюға риза боп қуанады. Сөйтіп олар үйге келгенде Нефарио Грюға айды қолға түсіру миссиясын еске салады. Грю Перкинсқа бейнеқоңырау шалып, кішірететін қару ода екенін көрсетеді. Бірақ Перкинс сылтау тауып, несие беруден бас тартады. Содан Грю көңілі түсіп, миньондарға банктың несие беруден бас тартқанын мойындайды. Кенет қыздар кеп, аз-маз жинаған ақшаларын ұсынады. Миньондар да кімде қанша бар соны ұсынады. Грю банксыз-ақ қолымыздан келеді деп айғайлап, олар жұмысты бастап кетеді. Грюдің анасы келіпті. Ол қыздарға Грюдің кішкентай кезіндегі суреттерін көрсетуде. Басқа жақта біз Виктор Перкинстің ұлы екенін білеміз. Әкесі ұлына кішірететін қарудан айырылып қалғаны үшін ұрсады. Виктор үйінде ол қару жоқ екен әлі білмей жүр ғой. Сол мезетте Грю қыздарды ұйықтауға жатқызады. Қыздар Грюді ертегі айтуға көндіреді. Ертегі 3 марғау туралы екен. Үшеуінің ұйқысы келіп кетеді, тіпті Грюдің де. Ол ертегін аяқтап, қыздар ұйықтауға төсектеріне жатады. Нефарио қайтадан ай миссиясы туралы еске салады. Грю оны кішкене кейінге қалдырсақ қайтеді дейді. Шал жетімдердің жұмысқа кедергі келтіріп жатқанын түсіндіріп, олардан құтыл дейді. Грю түсіндім деп тіл қатады. Келесі күні Грю қыздармен ойнап отқанда жетімдер үйінің тәрбиешісі келеді. Оны шал шақырыпты, қыздарды қайтып өткізіп жіберсін деп. Осылайша қыздар кетеді. Миньондармен Грю мұңайып қалады. Ертесінде Грю айға ұшқалы жатыр. Виктор ракетаға жармасып алады. Алайда Грю одан тез әрі оңай құтылады. Біраз уақыттан кейін ракета айға жетіп, Грю айды кішірейтіп қалтасын салып, қыздардың концертіне асығады. Сол уақытта би қойылымы уже басталып кетті. Грю мектепке жақындап қалды. Қойылымға Ашкарбай Виктор келеді. Грю мектепке жетті, алайда қойылым бітіп кетті. Грю үлгермеді. Бір орындықтың арқасында Марго, Эдит және Агнестің әкесі үшін деген жазуы бар қағаз көшірілген. Бірақ қағаздың арт жағында айды бер деп жазылған. Бұл Виктор. Грю қыздарды кепілдестіп отқан Викторға кеп айды береді. Бірақ Виктор сөзінде тұрмай қыздарды босатудан бас тартады. Грю жынданады. Виктор ракеталар жіберіп, Грю олардан жалтарып, ракета дарбазаны қиратады. Грю акуланы ұйқыға жібереді. Содан Виктор қашып баратқанда Грю кемесіне жабысып алады. Арттарында Нефарио келатыр. Грюдің қолы талып құлап, ол өз кемесінде тап болады. Грю біздің кеме неге қайттан дәуіп кеткен деп сұрайды. Аташка айдың да үлкейетінін айтады. Кішірететін қарудың әсері уақытша екен. Ай үлкейе бастап, Виктордан лепешка жасайды, лепошка. Қыздар босайды. Грюлар троспен кеменің есігін ашып, Агнес пен Эдитті құтқарады. Маргоны бірақ Виктор ұстап алады. Алайда Викторды оған жау болып алған ай бір ұрып, олар құлайын деп қалады. Марго тростан ұсталады. Виктор сұмырайда ұшағының шетінен ұсталады. Грю қызды құтқаруға тырысады. Виктор шығып өзінше болғанда, ай оны тағым жат. Трос үзіліп, Грю мен Марго құлайды. Бақыттарына орай оларды миньондар құтқарады. Ай үлкейіп, ғарыштағы өз орнына тұра қалады. Виктор айда тап болады. Жаңалықтардан айды қайтарған жұмбақ батыр кім екен деп жатыр. Грю қыздарға өзі жазған ертегі кітапты оқып бермекші. Бір единорог пен 3 марғау туралы. Яғни өздері ғой бұл. Ертегі арқылы Грю оларды жақсы көретінін мойындайды. Грю қыздардың беттерінен сүйеді. Бөлмеден шықса, миньондар біздің де бетімізден сүйдеп күтіп тұр. Грю қойындар дегенде, миньондар жылай бастағандықтан ол келісіп сүйе бастайды очередьпен. Келесі күні олар өздері концерт ұйымдастырып, қыздардың биін тамашалап, диджей басқа музыка қойып жібереді, бәрі билеуге кіріседі.